айналаңызбен, жан жағыңызбен, мүмкін күйеуіңізбен, жолдасыңызбен, мүмкін балаларыңызбен тіл табыса алмай жүрсеңіз, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен барлығын білемін, барлығы сондай болады, сондай деп айтудан аулақпын. Мүмкін менің өткен оқиғамен, өзім басым өткен оқиғамен сіздерге де бір байланысы бар болатын шығар. Мүмкін біреулеріңіздің, барлығыңыздың болмаса да. Сол үшін айта кететін дегенім, менде де сондай басында болды да. Мен көп конфликт іздейтінмін жоқ жерден да. Сондай болдым мен. Сосын оны ойладым, бір белгілі бір әйелдің гормонына байланысты шығар, мүмкін сондай болып жатқан шығар менде деп сол жағынан да зерттеп қарадым да. И мен қатты дінге де бет бұрып, ештеңкені ойламай дінге кіріп кетіп, тек қана сондай жүрген кезімде болды да. Әр нәрседен өзімді іздей бастадым, былайша айтқанда. Бірақ өте конфликтныямын, ұрсамын, балаларыма да көңілім толмайды, еш нәрсеге көңілім толмайды, сондай болып кеттім. Осы өмірге, әлемге сыймай жатқан сияқты, өзімнің орнын таппай жүрген адам сияқты болып кеттім да мен. Содан өзімнің қазір ұйғарғаным, түсінгенім, мен өзіммен ішкі байланысымды үзіп алғанмын негізінде. Ол моментте мен өзімнің не қалайтынымды, жанымның не қалайтынын, менен не сұрап жатқанын мүлдем өзім тыңдамайтын болғанмын да. Менде сондай жағдай болды, даже бір өзім қалуға қорқатынмын ше. Айналаның бәріне зависимымын, жұрттың бәрінің көңіліне қараймын, елдің бәрінің көңіліне қараймын, олардың маған көңіл толғанын қалаймын. В общем, солардың көңілінен шығу үшін бәрін істеуге дайын тұрам. Қолымда өзімде жоқ болса да беруге дайын тұрам, көмектесуге дайын тұрам. Сондай даладың, сырттың қалай несін маған көңіл толатынын, в общем, соны алғым келді, соған зависимый болдым. Оның бәрі қандай кезде болады десеңіз, менің жағдайымда ішкі байланысымен мүлдем, ішкі өзіммен, тірегіммен байланысы жоқ адам сондай болады екен. Жалғыз қалуға қорқасың, өзіңді тыңдауға қорқасың, ішіңнің жан дүниең нені қалайтыны тыңдауға қорқасың да. Сол кезде конфликт көбейеді, айналаны кінәлай бастайсың. Елдің бәрі кінәлі, сен ғана бір жертва состояниесінде жүресің да. Сол үшін егер де сондай конфликт болып жатқан болса, сіздің өміріңізде қазіргі таңда қиыншылықтар болып жатқан болса, возможно, минуста жүрсіз да, ештеңе істегіңіз келмейтін күйде жүрсеңіз, тек қана өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді тыңдаңыз. Ішіңіздегі отырған адам сізге, ішіңіздегі жан, сіздің душаңызды бүкілін біледі. Бүкіл сұрақтың жауабын тек қана сол біледі. Сіздің немен айналысқыңыз келетінін, қай жерде өмір сүргіңіз келетінін, қандай бизнес жасағыңыз келетінін, бүткілінің жауабын тек қана өзіңіз білесіз. Осылай жасаңыздар. Тек бір пәске отырып өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді тыңдаңыз. Сау болыңыздар.